Сәлеметсіздер ме 7 сынып оқушылары, 3-ші тоқсан бойынша алынатын ТЖБ тапсырмасының бірінші нұсқасын түсіндіретін боламын. Оқушылар қажет болса каналымда басқа да нұсқалары және осы алгебра пәнінен бөлек физика және геометрия пәндерінің БЖБ және ТЖБ талдау сабақтары бар. Каналға өтіп қажетті сабақтарды қарасаңдар болады. Оқушылар бұл ТЖБ-да 4 тапсырма беріледі. Жалпы балл саны 20-ға тең. Бірінші есеп тапсырмасы тиімді тәсілмен есептеңіз. Мұндағы теңді мұнда жалғастыратын боламын. Мына өрнекті мына формула бойынша көбейткішке жүктейміз. Екі өрнектің кубтарының қосындысы ол тең болады. Бірінші кубсыз қосамыз. Екінші жақшаға толымсыз квадратын жазамыз. А квадрат, яғни 61-дің квадраты минус 61 көбейтілген 39 қосылған 39-дің квадраты. Енді бөлімінде бізде 100 қосылған 61 көбейтілген 39 болады. Мұнда оқушылар мына екеуін қосатын болсақ 100 болады. Мына 100-бен қысқарады. Сонда бізде қалады 61-дің квадраты минус 61 көбейтілген 39 қосылған 39-дің квадраты қосу 61 көбейтілген 39. Мұнда бізде мына екі өрнектің таңбалары екі түрлі қысқарады. Сонда бізде қалады 61-дің квадраты қосылған 39-дің квадраты. Енді 61-дің квадраты бізде 3721 болады. 39-дің квадраты 1521 болады. Екеуін қосатын болсақ тең болады 5242-ге. Жауабы 5242. Екінші есеп тапсырмасы көп мүшені көбейткішке жүктеңіз. Оқушылар, мұнда бізде екеуінде де 2 бар. Жақшаның алдына шығарамыз. Мұнда А бар екен, мұнда да А бар екен. Оны да жақшаның алдына шығарамыз. Сонда жақшаның ішіне қалады X куб минус. Мұнда бізде 16 шығу үшін 2-ні 8-ге көбейтеміз. А шығып кетті, қалады Y куб. 2А X куб минус мұндағы 8Y кубты 2Y-тің кубы деп алсақ болады. Енді екі өрнектің кубтарының айырмасы формуласы бойынша көбейткішке жүктейміз. 2А-ның өзі жазылады. Мұнда бізде бірінші кубтарын алып тастап жазамыз. X минус 2Y. Келесі жақшаға X-ті квадраттаймыз. Қосылған екеуін көбейтіп жазамыз. 2xy болады. Қосамыз екінші өрнектің квадратын. 2y-тің квадраты 4y квадрат болады. Мінекей осылай жүктейміз. Келесі Б тапсырмасында мұндағы үш мүшені екі өрнектің айырмасының квадраты формуласы түріне келтірсек болады. Екі шеткі мүшесін квадратсыз аламыз. Y минус 81 бізде 9-ның квадраты. Y минус 9-ның квадраты болады. Мұнда мінекей біз минус таңбасын жақшаның алдына шығарсақ болады. Минус 4x-ті шығарсақ болады. 4x. Сонда жақшаның ішінде қалады Y. Мұнда бізде плюс болу үшін минус болады. 36x шығу үшін 4x-ке 9-ды көбейтеміз. Енді мұнда бізде Y минус 9-дан екеу екен. Біреуін жақша аламыз. Мұндағы мен Енді бізде біреу қалды. И бізде қалды минус 4x. Мінекей осылай көбейткішке жүктейміз. Мұндағы үш мүшені екі өрнектің қосындысының квадраты түріне келтірсек болады. Шеткі мүшелерін квадратсыз аламыз. X қосылған Y-тің квадраты. Қосылған. Мұнда екеуінде де 4 бар екен. Жақшаның алдына шығарамыз. Сонда жақшаның ішіне қалады X қосылған Y. Қосамыз. Мұндағы 4-ті 2-нің квадраты деп алсақ болады. Сонда мына бізде А квадрат қосылған 2 еселенген А көбейтілген Б қосылған Б-ның квадраты. Енді екі өрнектің қосындысының квадраты түріне келтіреміз. Мінекей мына өрнек бізде толығымен А. Қосамыз Б, мінекей бізде 2-ге тең. Осы өрнектің квадраты болады.
Келесі үшінші есеп А тапсырмасында өрнекті ықшамдаймыз, ал Б тапсырмасында x тең 1 болғанда мұндағына берілген өрнегінің мәні 10-ға тең болатынын көрсетеміз. А тапсырмасы бойынша өрнекті ықшамдаймыз. X қосылған 1, x квадрат минус x қосылған 1. Мына өрнекті екі өрнектің кубтарының қосындысы формуласы бойынша ықшамдасақ болады. Сонда x куб қосылған 1-дің кубы. 1-дің кубы 1-ге тең. Енді минус x-тің өзі жазылады. Мына өрнек бізде а қосылған b, а минус b. Ол ықшамдалады а квадрат минус b квадрат болып, сонда x квадрат минус 9 болады. X куб қосылған 1 минус x куб қосылған 9x. Мұнда бізде на екеуі қысқарады. Сонда 9x қосылған 1 қалады екен. Енді келесі бізде Б тапсырмасы бойынша x тең 1 болған кезде мына берілген өрнектің мәні 10-ға тең болатынын дәлелдейміз. Оқушылар, мына өрнекті ықшамдай келем. Мінекей, мынадай өрнек шықты. 9x қосылған 1 тең 9 көбейтілген x-ің орнына 1-ді қоямыз. Қосылған 1 тең болады 10-ға. Мінекей дәлелденді. Соңғы тапсырмасы екі тізбектелген санның квадраттарының айырмасы мен келесі тізбектелген сандардың квадраттарының айырмаларының қосындысы 22-ге тең. Егер квадраттарының айырмасы теріс емес болса, бұл сандарды табыңыз. Бірінші санды n деп алайық. Ал екінші санды тізбектелген сан болғандықтан n қосылған 1 деп аламыз. Үшінші сан бізде n қосылған 2 болады. Ал төртінші сан n қосылған 3 болады. Екі тізбектелген санның квадраттарының айырмасы мен келесі тізбектелген сандардың квадраттарының айырмаларының қосындысы 22-ге тең. Егер квадраттарының айырмасы теріс емес болса, бұл сандарды табыңыз дейді. Теріс емес болу үшін келесі саннан алдыңғы санды азайтуымыз керек. Сонда n квадрат минус n квадрат болады. Қосамыз. n қосылған 3-тің квадраты азайтылған n қосылған 2-нің квадраты. Тең болады 22-ге деп аламыз. Енді жақшаны ашамыз. Екі өрнектің қосындысының квадраты тең болады бірінші өрнектің квадратына плюс 2 еселенген бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісіне плюс екінші өрнектің квадратына. Минус n квадрат қосу n квадрат қосылған 6n қосылған 9. Мұнда бізде минустан басы болғандықтан қарама-қарсы таңбамен шығады. Сонда n квадрат минус 4n минус 4 тең 22. Енді на екеуі қысқарады. Мұнда бізде на екеуі қысқарады. Сонда 2n 6n 8n болады. Мұндағы минус 4n мен 4n болады. Мұнда бізде 1 9 10 болады. Азайтамыз 4-ті 6 болады. Сонда 22 минус 6 деп аламыз. Енді табу үшін мұнда азайтатын болсақ 16 болады. Бөлеміз 4-ге. Сонда n тең болады екен 4-ге. Бірінші сан бізде 4 болды. Екінші сан n қосылған 1 болса 5 болады. Ал үшінші сан n қосылған 2 6 болады. Төртінші сан 7 болады. Сонда жауабы 4, 5, 6, 7 болады екен.